Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз тақиялы періште рөліндегі ойнаған актер мен актрисалар туралы, сонымен қатар фильм туралы айтатын боламыз. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса кеттік. Бірқатар режиссер Шәкен Аймановтың тамаша көңіл-күй сыйлап қана қоймай, қызықты сюжетімен есте қалатын ерекше фильмі «Тақиялы періште» 1968 жылы жарыққа шықты. Тақиялы періште деп еркелететін кенже баласының бойдақ жүргені жүрегіне батқан Танапа баласына қалыңдық іздей бастайды. Жасы 28-ге келген ұлы тайлақ география пәнінің мұғалімі, анасының еркесі, нар тұлғалы, мінезі көркем азамат. Баласына қалыңдық іздеу барысында Танапа Нияз ақсақалдың отбасымен танысады. Ал ұлы тайлақ болса Айша есімді арумен танысып, сөз жарастырғанмен оның таңдауын анасы құптамайды. Айшаның әкесі Тайыр кезінде Танапаға сөз салып, уәдесінде тұрмағандығы анықталады. Жылдар өтсе де Тайырға өкпелі Танапа баласының сүйіктісімен бас қосуына наразылық білдіріп, қалыңдық іздеу жұмыстарын жалғастырады. Тайлақтың қалыңдығы болуды армандайтын Алтыншаш сыра заводында жұмыс істеді. Ол тақиялы періштені өзіне қарату мақсатында неше түрлі амалдарды жасап, қалыңдық болуға талаптанады. Алайда оның ниетіне оң жауап бермеген тайлақ сүйіктісі Айшамен бас қосады. Нияз қарт Танапаға 2 жарты 1 бүтін болайық деп ұсыныс жасайды. Фильм ұлан-асыр 2 тоймен аяқталады. Фильм барысында 60 жылдардағы Алматы қаласын, сол кездегі жастардың болмысын көрумен қатар, Александр Зацепиннің «Ты куда, Одиссей» әні мен Ермек Серкебаевтың орындауындағы бірқатар әндерді тыңдауға болады. Фильмге Амина Өмірзақова, Бикен Римова, Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев сынды мықты актрисалар, актерлар қатысқан болатын. Ал басты кейіпкер тайлық рөлін сомдаған Әлімғазы Райымбеков кәсіби әртіс емес. Ол облыстық колхоздардың бірінде механизатор болып қызмет атқарған қарапайым шаруа болатын. Олай болса біз «Тақиялы періште» фильмнің қалай пайда болғандығы туралы айтатын боламыз. Бір ұртынан әзілі, бір ұртынан әні төгіліп, жүрген жерін той-думанға айналдырып өмір сүретін ұлы комеографтың талассыз талантының айғағы іспетті «Тақиялы періште» комедиясының түсірілу тарихы естіген адамның еріксіз езуін тартқызады. Таң атқаннан кеш батқанға дейін, тіпті түн қатыпты табанын тоздырып кейін іздеуден шаршамайтын Танапа мен сойған түлкідей ыржиған қызға ебі жоқ тайлақтың бейнелерін Айманов аспаннан ала салмаған. Прототип әдебиетте ғана емес, кинода да болады екен. Тана да, тайлақ та өмірде болған нақты адамдардың киноға түскен көшірмесі десек сенер ме едіңіз? Иә, дәл солай. 30-ға келгенше үйленбей жүріп алған кенже ұлын ойлап, ертелі кеш уайым жейтін ана Шәкен ағамыздың бөтені емес. Өзінен кейінгі інісі Кәукеннің қайын-енесі болатын. Қазақстанның халық әртісі Шабал Бейсекованың анасы Айнагүл мен туған бауыры Сакко болып шықты. Қазынаның 2 бөлмелі пәтерінің есігін қаққанымызда Бихан апа екеуі қонақжай қожайындарының пейілін көрсетіп төрге отырғанымен сөзге ұста болмаған соң сөйлегенді жөн көрмейтін сияқты ма, басында тайлақ секілді оюлы тақия киген Сакко аға сөзден тартынып жымиып тұра берді. Өз қиығымызбен ұрлана қарап қоямыз. Тура фильмдегі тайлақтың өзі. Сырт келбеті де сөзге сараңдығы да талдықорғандық тракторшы Әбілғазы Райымбеков кескіндеген фильмдегі өз кейіпкерінің сойып қаптап қойған көшірмесі. Тайлақ Сакко Қаратаевтың жасы бүгінде 80-де, Алматыда тұрады. Мінезі бір тоғы, көп сөзі жоқ, тым салмақты әрі қарапайым адам көрінеді. Есесіне 40 жылдан аса мектепте мұғалім болып, зейнетте отырған Бихан апамыздың еті тірі, сөзшең адам болып шықты. Ақмола облысының прокуроры болып тұрған әкесі 1937 жылы халық жауы болып ұсталғанда Сәкең әлі 40-нан шықпаған қондақтаулы бала екен. Сакко деген есімді де оған бекер берілмеген.
сол жылдары тегі итальяндық Николо Сакко және мен Бартоломео Ванцетти деген солтүстік америкалық жұмысшылардың сотын КСРО халық қызу талқылап, зиялы әкелері екі ұлының біріне Ванцетти, біріне Сакко деп ат қояды. Қайынатам Талғар түрмесінде атылғаннан кейін жалғыз қалған жесір Айнагүл 7 баласын жетектеп Алматыға жағалап көшіп келеді. 4 қыз, 3 ұлы жанкештілікпен жүріп жеткізеді. Балалары өсіп, жоғары білім алып, қыздары тұрмыс құрып, ұлдары үйленіп, өмірден өз орнын таба бастайды. Ішінде жоғары білім ала алмағаны да, үйленбегені де анасының қолтығында өскен менің болашақ күйеуім болып шығады. Әкесі атылып кеткен Сакконың бойында үрей қалады. Кілең қыздың ішінде өскені бар. Үйге ер адам кіріп келсе қорқып бөлменің түкпіріне қарай қашады екен. Басқа бауырларында емес, мінезінде өзгешелігі бар. Сакконың бозбалалықтан өтіп, жігіттіктен де асып бара жатса да, қыздың бетіне қарап сөйлей алмайтын жасықтығы жасы келген анасының жанына батады. Жесірлігіне қарамай 7 бірдей баламен сонау арқадан Жетісудың төріне келіп орнығып жүрген енем расында да шаршауды білмейтін ширақ мінезді адам еді. Шаруаға аса қыры жоқ, бос белдеу болып өскен кенжетайының аяқтанбай жүргеніне алаңдаған анасы алыс жақын ағайын жекжат деместен пысық қызы бар деген хабар құлағына тисе, жауып тұрған қар, соғып тұрған боранға қарамай басындағы орамалын шарт байлап келін іздеп көшеге шығуды әдет қылады. Тура кинодағыдай деп бастады әңгімесін Бихан апа. Бұл кезде Бихан апаның Алматыдағы Дженпидің физика-математика факультетін бітіріп, Алматы облысының Іле ауданындағы бір колхозда мектепте мұғалім болып жүрген кезі. Төбесіне түйген шашы тоқпақтай. Жайса жауырынын тұтас жауып тобығына түсіп жер сызады. Сиырды да сауады, майды шайқап, малды да жайғайды. Несін айтасыз, әйел еркектің жұмысы деп бөліп жармай, бір үйдің шаруасын дегелең қаққызатын майлық пен сулыққа бірдей пысық қыз Айнагүл апаның армандағы келіннің нақ өзі еді. Бірде қаланың қыдырып келген құрбысы Ғайша ертелі-кеш етегіне сүрініп, келін іздейтін Айнагүл апа мен аузынан сөзі, қойнынан бөзі түскен Сакко туралы аузының суы құрғап әңгімелеп мұны әбден еліктіреді. Қашанғы сиыр сауып, сүт пісіріп ауылда жүре бермексің? Қарашы өзің, қаланың жігіті, үй десе үйі бар. Қалалық тіркеуі анау, ағалары мен әпкелері шетінен мықты. Қаланың кез келген мектебінен жұмыс тауып аласың, шалқып өмір сүресің. Бір үйдің бірінші, екінші қабатында көрші болып тұратын Айнагүл апа мен Ғайша бір-бірінен сыр жасырмай кейде Саккоға қалыңдықты бірге іздейтін еді. Сөйтіп Ғайшадан Алматыдан жырақта алыстағы бір ауылда сиыр сауып, трактор айдап, нан пісіретін Бихан туралы естігенде екі көзі жарқ ете қалған Сакконың анасы мүлде естен танып, дегбірден айырылады. Дәл қазір келін қып түсіретінде, ойбай-ау, мынау менің келінім ғой, таныстыр мені, тезірек құрбыңмен, менің іздегенім тап осындай қыз емес пе? Деп көршісін ауылдарына қаратпай құрбысының тамырын басып ауылға жібереді. Анасы қайтыс болып, әкесі қайта төсек жаңғыртып, өзі де әр-сәрі болып жүрген Бихан ыңғайы келіп тұрған істі көп сөз бойдағы салмай-ақ ықыласымен шешкенді жөн санайды. Сакко болса құрылыста істейді. Өзі жөндеп қазақша да білмейді. Соның салдары ма, өзіне ылғи орыс қыздар үйір. Үлкен кішімен жұмыс істеп үйреніп қалған мектептің өжеттеу мұғалімі танысқан соң сөзге тартып көрсе, құрылыста сварщик болып істейтін ұяң жігіт батарея жасаймыз, ванна қоямыз дегеннен арғы аяғын баса қоймайды. Екі иығына екі кісі мінгендей батыр тұлғалы нар жігіттің ұялшақтығы қызға алғашында қызық көрінеді. Бірақ жолы жіңішке болғанымен заты сұңғылау болып жаратылатын қыз емес пе? Анасының бауырынан шықпаған баланың момындығынан гөрі жанының ар жағындағы жылтыраған адалдығын, жанарына ұялап тұрған тазалықты таныған Бихан бірер мәрте кездесіп икемге келетінін байқаған соң Сакконың сан технигіне қарамастан ерім деп мойындап етегінен ұстайды. Биханы шынында да күндіз қолыңа шам алып іздесең де таптырмайтын
тыңғылықты бәрін білетін байыпты келін болып жолықты. Осының бәрі Аймановтың көз алдынан өтті. Тамырындағы әр дірілді жүрегінен өткізген режиссер дайын тұрған оқиғаны фильмге айналдырмауға әдісі жоқ еді. Көркемдік жағынан байыптап жетілдіргені болмаса, тана мен тайлақтың болмысын еш қоспасыз қаз қалпында қалдырды. Осы тақиялы періште фильмнің шынайылығы соншалықты қазіргі таңда ол өз көрермендерін жоғалтқан жоқ. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.